Балалар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Енді айта қойыңдаршы маған, біз күнделікті топта қандай ұлттық ойындар ойнаймыз? Иә? Зере айта ғой. Асық ойындар дұрыс. Арқан тартыс. Арқан тартыс ойнаймыз. Қанталапай ойын ойнаймыз. Қыз қуу ойын ойнаймыз, иә? Сосын тағы айта қойсың? Арқан тартыс. Арқан тартыс айттық, иә? Міне бұл біздің қазақтың ұлттық ойындары, күнделікті ойналатын ойындар, иә? Ал балалар, бүгін мен сендермен тағы бір ойын ойнатқым келіп тұр. Ол теңге ілу ойыны деп аталады. Теңге ілу ойыны балалар ат үстінде ойналатын ойындардың түрі. Ат үстінде жаңа айттық қой, қандай ойындар бар еді ат үстінде ойналатын? Теңге ілу. Тағы? Қыз қуу. Қыз қуу, дұрыс тағы. Ат жарыс. Міне, бұл балалар ойындар ат үстінде ойналатын, көкпар ойыны, иә? Ат үстінде ойналатын ойындардың түрі. Жер аяқ киініп, жаз мезгілінде біздің ағаларымыз, әкелеріміз, яғни ат үстінде отырып ойнайды. Ал енді бізді қазір қарапайым мына шеңбер тұр сендерде алдарында. Шеңбердің ішінде біздің теңгеміз және атымыз, иә? Екі бала шығып шарты шеңберді айнала атқа мініп жүгіреді, әуен қосылғаннан кейін, және кім бірінші еңкейіп әуен тоқтағаннан кейін теңгені алады, сол бала жеңіске жетеді. Түсінікті ма? Ал олай болса бастаймыз. Дайындаламыз. Жарайсың, ерауыл жеңіске жетті, жарайсың. Келе ғой, келесі Назерке. Келе қойыңдар. Келе қой. Ал, дайынбыз ба? Дайынбыз. Ал, балалар, кеттік. Жарайсың, Назерке жеңіске жетті, жарайсың. Ал, жақсы, келесі Рахман. Рахман келе қой, Айсұлу, Рахман мен Айсұлу келе қойыңдар. Ал, дайындалам, бала, кішкене ағарай тұрыңдар. Ал, кеттік, бастаймыз. Кеттік. Жарайсыңдар. Негізі қызға береге қоюға болады, иә? Жарайды балалар, Рахман жеңіске жетті. Енді орындардан тұра қойыңдар. Орындардан тұра қойыңдар. Балалар, қалай теңге ілу ойыны ұнады ма сендерге? Ұнады. Міне, біздер осы күнделікті ұлттық ойындарды ойнаймыз, иә? Ертең жер аяғы киінгеннен кейін сырттада осындай ат үстінде ойналатын ойындарды ойнаймыз. Балалар, рахмет сендерге. Бұл қашқа жоқ.